Су жаңа телефонды онлайн несиемен алсаңыз, кейін арнайы акция аясында берешегіңіз толығымен өтеледі. 18 жастағы Петропавлда осындай құйтырқы әрекет арқылы 20-ға жуық қатарласын сан соқтырған. Сенгіш студенттер алаяққа алданып 4 миллион теңгенің кредитін рәсімдеп қойған. Оңай жолмен пайда табуды көздеген пысықайға қандай жаза тағайындалады, келесі бейнематериалда баяндаймыз. Ты свою вину признаешь, что ты совершал мошенничество? Да, вину осознаю. Сколько у тебя таких людей, которые... Человек 15. Украденный телефон все вот так за 95 продавал? Да. А в какой банк ходили, когда оформляли кредит? Мы не ходили в банки, все делали через приложение. А, через телефон? Да. Үйде отырып алып, жеңіл жолмен пайда тапқысы келген. Күдікті тамыз айынан бері арнайы сценарий құрастырып адамдарды алдай бастапты. Ол интернет арқылы қалаған ұялы телефоныңызды несиеге рәсімдесеңіз, тұрмыстық техникаға тегін қол жеткізе аласыз деген. Немесе смартфонды сатып сізге ақшасын жолдаймын деп қала тұрғындарының сеніміне кірген. Мұндай акцияның барына айланған жандар 200 бен 500 мың теңге аралығында қымбат телефондарды рәсімдепті. Тіпті арасында iPhone 13-ке де тапсырыс бергендер бар. Соңында телефон ақша да жоқ, бірақ әр клиенттің басында несиеден бар. Барлық арызданушылар оқу орындарының студенттері болып келеді. Аталған факті бойынша Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 190 бабы 3 бөлімі 4 тармағымен көзделген құқық бұзушылық белгілері бойынша қылмыстық іс қозғалып, 3 жылдан 7 жылға дейінгі мерзімге бас бостандығынан шектеу санкциясы қарастырылуда. Қазіргі таңда күдіктінің басқа да осыған ұқсас қылмыстарға қатысы анықталуда. Адамды алдап ақша тапқысы келген жігіт еш жерде оқымайды әрі жұмыс істемейді. Осындай әрекетімен 20-ға жуық студентке шамамен 4 миллион теңгенің көлемінде несие рәсімдеткізген. Алаяқтың құйтырқы әрекеті облыста жүргізілген хай-тек жедел профилактикалық іс-шарасы аясында әшкере болды. Осы ретте полиция қызметкерлері тұрғындарға интернет арқылы қаржы операцияларын іске асыруда барынша сақ болу қажеттігін ескертеді. Алтынай Қазиқан облыстық полиция департаменті баспасөз қызметінің көмегімен әзірленді.